Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге қазіргі кезде хит болып жүрген шоколадты тәттілерді дайындайық. Ол үшін біз жент дайындаймыз. Жентке 500 грамм талқан қажет. Талқанымызға 70 грамм сахарный пудрамызды қосып, 200 грамм ерітілген сармайымызды қосып, қойытылған сүттен жарты банкасын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Егерде құрғақ болып тұрса, сармай не болмаса сгущенкадан қоссаңыздар болады. Арнайы силиконды формаларға салып, қату үшін холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Келесі бізге банан, құрма, клубника қажет. Бананымызды қабығынан ашып, 3-ке бөліп аламыз, және де клубникаларымызды жақсылап жуып, сыртын құрғатып сүртіп, әрбір клубникаға осылай таяқшаларды орналастырып аламыз. Банандарымызға балмұздаққа арналған таяқшаларды орналастырамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, өте дәмді болып шығады, балалардың сүйікті тәттілерінің бірі. Құрмаларды дайындау үшін ортасын кесіп, ішіндегі дәнегін алып, өздеріңізге ұнаған жаңғақтан салсаңыздар болады. Және де осылай таяқшаларды орналастырып, мұздатқышқа 20 минутқа қоямыз. Шоколадты ерту үшін микротолқынды пешті пайдаландым. Пешке салып 15 секундқа қойып, ертіп, шығарып, жақсылап араластырып, қайтадан салып, 15 секундқа ертіп, шығарып, толықтай шоколад ерігенге дейін солай жасадым. Және де мұздатқыштан шыққан құлпынай банан құрманы шоколадқа батырып алдым. Шоколад жабысып қалмас үшін мына жерде салфетканың бетінде пищевой пленка орналасқан. Видеода анық көрінбей тұр. Кез келген арнайы ковриктарға жасасаңыздар болады, не болмаса осылай салфетканың бетіне пищевой пленка салып жасасаңыздар да болады. Менде барлығы 300 грамм шоколад кетті. Толықтай микротолқынды пеште ертіп алғаннан кейін құрмамызды және де банандарымызды шоколадқа батырып, қайтадан холодильникке шоколад толық қатқанға дейін салып қоямыз. Кондитерлік мешокқа ақ шоколадымызды салып, жақсылап тұрып, ертіп аламыз. Микротолқынды пеште не болмаса ыстық суға салып ертсеңіздер де болады. Қалған қара шоколадымызды да басқа кондитерлік мешокқа салып аламыз. Узор жасау үшін толықтай ертіп аламыз. Және де басын кесіп, осылай видеода көрсетілгендей етіп өздеріңізге ұнайтын узорларыңыздан жасасаңыздар болады. Және де қату үшін тағы да холодильникке салып аламыз.
жентімізді холодильниктен шығарып осылай формадан шығарып аламыз, және де қалған қара шоколадымызбен, ақ шоколадымызбен женттің бетіне кез келген узорлармен әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, өте ерекше, кез келген адамның көңілінен шығатын тәттілердің бірі. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.